Өте бай болу үшін не істеу керек? Қанағатшыл болған адам адамдардың ең байы болады. Ең қайырлы, жақсы адам болу үшін не істеу керек? Адамдардың ең қайырлысы адамдарға пайдалы болғаны. Ең әділетті болу үшін не істеу керек? Өзі үшін қалағанын басқалар үшін де қалаған адамдардың ең әділеттісі болады. Аллахтың ең хас жақсы құлы болу үшін не істеу керек? Аллахты көп зікір етіп, еске алған адам Аллахтың ең хас құлы болады. Кәміл иманға қауышу үшін не істеу керек? Жақсы мінезді болу керек. Ақыретте нұр ішінде тірілгісі келген адам не істеу керек? Ешкімге зұлымдық жасамаған адам ақыретте нұр ішінде тіріледі. Күнәлары азаю үшін не істеу керек? Истиғфар, астағфируллах сөзін айтып, күнәларының кешірілуі үшін Аллахқа жалбарынған адамның күнәлары азаяды. Ризықтың көп болу үшін не істеу керек? Тазалыққа мән берген адамның ризығы көп болады. Аллаху тағалаға және де пайғамбарымызға жақсы көріну үшін не істеу керек? Жақсы көріну үшін олардың достарын жақсы көру, дұшпандарын жаман көру керек. Аллахтың ғазабынан құтылу үшін не істеу керек? Ешкімге ашуланбайтын адам Аллахтың ғазабынан құтылады. Дұғалардың қабыл болуы үшін не істеу керек? Харамдардан ұзақ болған адамның дұғалары қабыл болады. Адамдардың алдында масқара болмау үшін не істеу керек? Намысын қорғаған, пәк болған адам адамдардың жанында масқара болмайды. Айыптардың жасырын болу үшін не істеу керек? Дін бауырының айыптарын жапқан адамның айыптарын Аллах тағала жабады. Күнәларды не кешіреді? Көз жастары және аурулар. Ең қадірлі жақсы амал. Жақсы мінез, қарапайымдылық, бәлеге сабыр және қазаларға разылық. Ең үлкен күнә қандай? Ең үлкен күнә жаман мінез. Берілген жауаптардың барлығы хадис шәрифтерден алынған. Достар, алдағы уақыттарда сіздермен қызықты, пайдалы және де дертке шифа болатын ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.